Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қауіпті мекен. Бүгінгі сабақта табиғат туралы оқисың, табиғи ерекшелікті сипаттап жазуды үйренесің. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Қауіпті, жанартау, жылан, көне, тайпа, құпия, арал. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. А нұсқасы. Аралда не бар деп ойлайсың? Тізімін жаса. Үлгі, жартас, ағаш. Ә нұсқасы. Аралда қандай жабайы жануарлар болуы мүмкін? Тізіп айт. Үлгі, арыстан, жолбарыс. Оқушылар, ойланайық. Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Аралда не бар деп ойлайсың? Аралда жартас, ағаш, өсімдік, қайық, үңгір, аң, құс, жанартау бар деп ойлаймын. Аралда қандай жабайы жануарлар болуы мүмкін? Аралда арыстан, жолбарыс, қасқыр, жылан, акула, кит, қолтырауын және тағы да басқа жануарлар болуы мүмкін. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың сәтті шықты деген ойдамын. Әр суретке сәйкес сөзді тап. Берілген сөздер: орманды алқап, жылан, жанартау, тайпа. Оқушылар, ойланайық. Суреттерді қандай сөздермен сәйкестендірдік? Бірге тексерейік. Бірінші сурет жанартау, екінші сурет тайпа, үшінші сурет орманды алқап, төртінші сурет жылан. Оқушылар, сендердің де тапсырманы сәтті орындап шыққандарыңа сенімдімін. Екінші тапсырма. Мәтіндерді түсініп оқы. Қауіпті және қауіпсіз аралдарды анықта. А нұсқасы. Біздің аралда жабайы табиғат сақталған. Бұл жерде табиғи жылы су бар. Мұнда құпия жерлер көп. Аралдың орманды бөлігінде жабайы тайпалар өмір сүреді. Ол жер айрықша қорғалады. Бұл аймаққа туристер көп келмейді. Мұнда бір ғана қауіп бар. Су жиі көтеріледі, толқын үйлерді құлатады. Ә нұсқасы. Біз тұратын арал ең қауіпті жер. Қазір мұнда туристер мүлде келмейді. Олар жылан, акулалардан қорқады. Кейбіреулер мұнда жанартау бар деп ойлайды. Б нұсқасы. Мен тұратын аралда дайвинг спорты жақсы дамыған. Өйткені бұл арал мұхиттың дәл ортасында орналасқан. Су асты әлеміне барсаңыз, 150-ден астам балық түрін көресіз. Бізге туристер өте көп келеді. Оқушылар, мәтіннің А және Ә нұсқасында қауіпті аралдар туралы жазылған. Б нұсқасында қауіпсіз арал туралы жазылған. Үшінші тапсырма. А нұсқасы. Сөйлемдерді оқы. Қай мәтінге тиісті екенін айт. Жабайы табиғат сақталған. Мұнда жанартау бар деп ойлайды. Ол жер айрықша қорғалады. 150-ден астам балық түрін көресіз. Оқушылар, ойланайық. Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Жабайы табиғат сақталған. Мәтіннің А нұсқасына тиісті. Мұнда жанартау бар деп ойлайды. Мәтіннің Ә нұсқасына тиісті. Ол жер айрықша қорғалады. Мәтіннің А нұсқасына тиісті.
150-ден астам балық түрін көресіз. Мәтіннің Б нұсқасына тиісті. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырманың Ә нұсқасына назар аударайық. Берілген сөздерді оқы, сөз тіркесін құра. Оқушылар, іске сәт. Берілген сөздерден қандай сөз тіркестерін құрастырдық? Бірге тексерейік. Табиғи, табиғи тамақ, табиғи орта, табиғи зат, табиғи су. Орманды, орманды дала, орманды жер, орманды алқап. Қауіпті, қауіпті әрекет, қауіпті аймақ, қауіпті бұрылыс. Қауіпсіз, қауіпсіз мекен, қауіпсіз арал, қауіпсіз көлік. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөз тіркестерің сәтті шықты деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Сөздерді оқы. Үлгіні пайдалана отырып сөйле. Не қауіпті, не қауіпсіз? Үлгі: ұлу қауіпсіз, жылан қауіпті. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, ненің қауіпті, ненің қауіпсіз екенін қалай анықтадық? Бірге тексерейік. Қауіпті: жанартау, қасқыр, жылан, сегізаяқ, шаян. Қауіпсіз: ұлу, бүркіт, толқын, теңіз тасбақасы, балық, жылқы, тазы ит. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Табиғат туралы оқыдың, табиғи ерекшелікті сипаттап жазуды үйрендің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма: жаңа сөздермен сөйлем құра. Оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.